Сәлеметсіздер ме, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз бройлер балапанын дайындаймыз. Ол үшін балапанды жуып, тазалап, артық жерін кесіп, кептіріп аламыз. Бізге мариновкаға керегі 2 чеснок. Оларды ұсақтап турап аламыз. Мариновкамызды бір ыдысқа жинаймыз. Чесногымызды саламыз. 1,5 чай қасық копченая паприка, 1 жарты қасық қара бұрыш, 1 ас қасық оливковое масло немесе жай сұйық майда болады. Дәміне қарай тұз, менің жағдайымда 1 чай қасық тұз. Тұздығымызды араластырып, тұзын ертіп аламыз. Дайын болған тұздықпен балапанымыздың іші сыртын жақсылап, ысылап, тұздықты жағып шығамыз. Каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Балапанның тұзы жақсы сіңу үшін 1,5-2 сағатқа холодильникке мариновкаға қоямыз. Енді балапанымызды духовкаға 200 градусқа сырты қызарғанша қоямыз. Сырты қызарғаннан кейін градусы 160-қа азайтып, 30-40 минутта пісіреміз. Бізде осындай сочный, дәмді балапанымыз дайын. Сіздерге төс етін кесіп көрсетейін. Ортасы бәрі піскен, сондай сочный, иісі керемет. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.